Алло? Қайырлы күн, менің атым Айгүл, мен Горводоканал қызметкермін. Жүйеде және түбіртектерде дұрыс деректерді көрсету үшін ыстық және суық су есептеуіштердің көрсеткіштерін салыстыруымыз қажет. Қазір ұялы телефоныңызға код келеді. Жеке шотыңызды осы телефон нөміріне тіркеу үшін оны айтыңызшы. Жақсы. 23-34. Болды, рахмет. Нөміріңіз тіркелді. Күніңіз жақсы өтсін. Сау болыңыз. Сіз қазір қалжыңсыз кодты айта салдыңыз ба? Иә. Ең қорқыныштысы не екенін білесіз бе? Осының әлі күнге дейін іске асатыны. Бірақ біз бір орында тұрмаймыз. Өйткені біз алаяқпыз. Біз күн сайын жаңа нәрсе ойлап табамыз. Айталық, жақсартып жатырмыз. Жастардың айтуынша апгрейд жасаймыз. Егер бұрын біз тек бір банктен қоңырау шалсақ, қазір түрлі ұйымдардан қоңырау соғамыз. Біздің басты мақсатымыз бұл сіздің ақшаңыз. Раушан Камалқызы, сәлеметсіз бе? Менің атым Әлия. Мен ХККО қызметкермін. Өкінішке қарай, алаяқтар мемлекеттік қызмет көрсету платформасындағы дербес деректеріңізді бұзып жүктеп алды. Менің ойымша, біздің құрбанымызда үрей туындап, алаңдай бастады. Ал бұл жақсы. Өткені құрбанымыз алаңдаулы болған кезде, оған айла шарғы жасап, басқару жеңіл. Ойбай. Енді не болады? Сабыр сақтауыңызды өтінем. Біз бұл жағдайды шешу үшін жұмыс істеп жатырмыз. Біз құқық қорғау органдарының қызметкерлерін тарттық. Жақсы. Мен күтемін. Телефоныңыз жаныңызда болсын. Шешілген кезде бірден сізге хабарласамыз. Жақсы. Жарайды, сау болыңыз. Жарайсың. Бізде ары қарай не бар? Дұрыс. Ары қарай бізде үшінші қадам. Мейлінше бәрі шынайы болуы үшін, құрбанымыз қорқуы үшін өзімізді ұлттық қауіпсіздік қызметкер ретінде таныстырамыз. Иә, айтып тұрмын ғой. Дәл сіздің атыңызға бірнеше банктен несие ресімдеуге 12 рет әрекет жасалған. Ант етем, мен емес. Оның сіз емес екенін білеміз. Бұл факті бойынша қылмыстық іс қозғалды. Сенімдірек бол. Сіздің басты міндетіңіз тергеуге жәрдемдесу және барлығын құпия ұстау. Біз алаяқтарды ұстау бойынша арнайы операция жоспарлап отырмыз. Бұл ақпарат жария етілген жағдайда сіз сыбайлас қатысуға дейін жауапкершілікке тартылуыңыз мүмкін екен ескертуге мәжбүрмін. Тағы да қайталап айтам. Ешкімге айтпаңыз. Тіпті күйеуіме де? Балаларға да айтуға болмай ма? Иә, оларға да айтпаңыз. Қайталап айтам. Бұл сіздің мүддеңіз үшін. Егер бәрін біз айтқанда істесеңіз, әлгі алаяқтарды жылдам тұтқындаймыз. Бәрін түсіндім. Сізге бірнеше мәселені нақтылау үшін ұлттық банктен телефон соғады. Күтіңіз. Жарайды. Жарайсың. Енді біздің құрбанымыз күмәнданып қана қоймайды. Ол өте қатты қорқады. Және біздің келесі қадамымызды күтеді. Ал біздің келесі қадамымыз барынша шынайырақ болады. Өйткені көптеген алаяқтар бет жүздерін көрсетуге қорқады, бірақ біз емес. Кеттік. Айтпақшы, сен костюм киюің керек. Не айтып тұрғанымды түсіндің ғой? Кеттік. Отыр. Ең бастысы сенімді сөйле. Мәтін есіңде ме? Әлгі үлгілі мәтін. Звонда. Кеттік. Сәлеметсіз бе, Раушан Камалқызы. Мен Ильяс Мақсат Нұрланұлы. Мен Қазақстан Республикасы ұлттық банкінің қаржы мониторинг бөлімінің бастығымын. Иә, тыңдап отырмын. Менің білуімше сізге ұлттық қауіпсіздік қызметкерлері хабарласқан болатын. Иә, хабарласты. Қазір мен сізге қызметтік куәлігімді, сондай-ақ ұлттық қауіпсіздік қызметімен бірге қылмыстық іс қозғау туралы құжатты жіберем. Аха, жақсы. Мен тергеу барысына жетекшілік етем. Тергеу барысы туралы барлық ақпарат құпия екенін сіздің есіңізге салам. Былайша айтқанда, егер сіз бұл туралы біреуге айтсаңыз, автоматты түрде бірге сыбайлас қатысушы боласыз. Қорқыта түс тағы да. Ол үшін сізге қылмыстық жауапкершілік жүктеледі. Жақсы, ешкімге ештеңе айтпаймын. Жақсы. Қазақстан Республикасы банктеріндегі шоттарыңызда қанша ақша бар екенін нақтылап айтыңызшы. Шамамен 50 миллион. Біреуінде 30, екіншісінде 20 миллион. Алаяқтар ұрлап үлгермеу үшін шұғыл түрде осы ақшаның барлығын сақтандыру шоттарына аударуыңыз қажет. Ал мен үлгермей қалып, олар ұрлап алса не болады? Қазір сізге сақтандыру шоттарының нөмірлерін жіберем. Мобильдік қосымша арқылы лимит шеңберінде барынша рұқсат етілген сомаға жедел ақша аударыңыз. Қалған соманы ертең бөлімшеден алуға тапсырыс беріңіз. Ең бастысы, банк қызметкерлеріне ештеңе айтпаңыз. Олар арнайы операция туралы ештеңе білмеуі тиіс. Жақсы. Ақпараттың алаяқтарға жетпеуі маңызды. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Сонымен, қымбатты достарым, бұл үлгі мәтін.
100 жыл болған шығар, бірақ әлі іске асады. Енді құрбанымыз біздің қолымызда. Ертең өзі ештеңе түсінбей банкке барып, ақшасын сақтап қалуы үшін шешіп алады. Осы сәтті жақсы көрем. Мен тіпті келемеждеу үшін бір бөлімшеден екіншісіне бару үшін оған такси жіберем. Құдай-ау, адамдар, не деген аңқаусыздар. Бірақ мен сіздерді жақсы көрем. Келесі жолы туды оң жағынан қойған дұрыс. Бірақ біз алаяқпыз ғой. Осылай да болады. Кеттік. Осымен бітті. Қазір ол ақшаны шешіп алады да, банктың басқа бөлімшесіне барып, онда ақшаны біздің сақтандыру шоттарымызға жібереді. Көп сомада ақша алып, белгісіз бір шотқа аударып жатқанда, кез келген адамда күмән туындауы мүмкін. Ең бастысы, күмәнді уақытында сейілту. Алло, Раушан Камалқызы, бұл мен ғой, Мақсат Нұрланұлы. сәлеметсіз бе? Сақтандыру шоттарына алғашқы түсімдерді көріп отырмыз. Бәрі дұрыс. Алаңдамаңыз. Біз жағдайды бақылап отырмыз. Құрбан бөлімшелерге өзі барып, тіпті үшінші тұлғалардың ықпалында еместігі, ақшаны өз қажеттіліктері үшін алатыны және алаяқтық схемалары жөнінде оған ескертілгені, білетіні және банктерге шағым келтірмейтіні туралы өтініш жазады. Ал енді менің ең жақсы көретін сәтім. Осымен бітті деп ойлайсыз ба? Жоқ. Сізден бәрін алып аламыз. Өйткені біз алаяқпыз. Сол үшін біз ұлттық банк қызметкерімізге қайта ораламыз. Раушан Камалқызы, сіз үшін жақсы жаңалығым бар. Біз сіздің қаражатыңызды сақтап қалдық. Бірақ алаяқтар деректеріңізге қол жетімділік алғандықтан сіздің атыңызға несие рәсімдеуі мүмкін. Сондықтан бүгін сіз несие лимитіңізді тауысуыңыз керек. Сонымен бірге оның атына несие рәсімдеу мүмкін емес деп ойлайсыз ба? Сізге одан да зорын айтайын. Ол өзі барып, өзіне тағы да бірнеше несие рәсімдеп, бүкіл несие лимитін тауысады. Содан кейін біз осы ақшаны алып, өзіміздің сақтандыру шотымызға жібереміз. Өйткені ол бізге толықтай сенеді. Ол енді еш қайда кетпейді. Есіңізде болсын. Ұлттық қауіпсіздік қызметкері, жемқорлыққа қарсы қызмет, прокуратура, тіпті президент әкімшілігі телефон соқсын. Әрдайым ақпаратты тексеру керек. Шын мәнінде бұл қиын емес қой. Есіңізге сақтаңыз. Ешқандай орган сізге телефон соғып, сізге несие рәсімдеуді сұрамайды. Мұның бәрін жасайтын біз алаяқтар. Міне солай.